Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте жеңіл дайындалатын және өте дәмді салат дайындап көрсететін боламын. Бұл салат капрез деп аталады. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Салатымызды жасау үшін бізге 2 сәбіз, 2 картоп және 4 жұмыртқа керек болады. Барлығын суға қайнатып пісіріп алу керек. Консервадағы грибы керек болады және арнайы мешокқа осындай майонезді мен салып алдым. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Грибымызды салып, бетіне осылай әдемілеп майонезімізді сеуіп шығамыз. Оның үстіне піскен сәбізімізді теркамыздың ең кіші көздерімен өткізетін боламыз. 2 сәбіз. Енді сәбізден кейін үстіне тағы да осылай майонезді жақсылап сеуіп шығамыз. Арасына тұз салмадым, себебі пісірген кезде тұзды суға пісіріп алғам, сондықтан салмадым. Осылайынан дәл солай картошкамызды да теркадан өткіземіз. Сонда тұзды осы салатқа емес, қайнатып пісіріп жатқан кезде салсаңыздар, сонда дәмдірек болады. Картошкадан кейін тағы да майонезімізді әсемдеп салып шығамыз. Енді жұмыртқамызды сарысын ағынан ажыратып алып, бірінші сарысын теркадан өткізіп салатымызға саламыз. Одан кейін барып соңында ағын салатын боламыз. Сонда біздің салатымыз әдемі көрінетін болады, аппақ болып. Неке тағы да ең соңында осылай әдемілеп майонезді сеуіп шығамыз. Сонда әдемі көрінеді. Және осындай консервадағы кукурузаны мен шетіне қойып шығам. Сонда салат өте әдемі болып көрінеді. Мінекей салатымыз дайын десек те болады. Бетіне осындай петрушканы да үстіне қойып, осылайынан тоже әдемі көрінеді. Жасап қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Достар, егер менің рецептерім ұнап жатса, сіздерге каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, келесі рецептерді көру үшін қоңыраушаға басып қоюларыңызды сұраймын. Және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна, келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.